Мен Маляров Тимофей, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Гродиково орта мектебін 4-г сынып білім алушысы. Қазақ тілі мемлекеттік тіл. Қазақ тілін білу мен үшін парыз, міндет. Себебі мен Қазақстан Республикасының азаматымын. Аудандық тілге құрмет, елге құрмет ұранымен өтеп жатқан. Мен қазақша сөйлеймін эстафетасында Мұқағали Мақатаевтың «Үш бақытым» өлеңін айтамын. Мұқағали Мақатаев «Үш бақытым». Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, құр болмаймын. Кім батырақ алтыннан, нар кім менің. Ал екінші бақытым тілімнен менің, тас жүректе тілімнен төлемдейдім. Кейді дүниеден түнелсемде, қасиетті тілімнен түнелмейдім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген, кім десе отан дер ем. Оты сөнген жалғанда жан барсын ба, ойланбай ақ кел дағы от. Ал менің